Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгінгі видеода AI Start курсы туралы сіздерге айтатын боламын. Және де вайб кодингті толық үйреніп, 1 миллион теңге табысқа шығудың жоспарымен бөлісетін боламын. Осы видеоның соңында сізге құпия сөзді айтам. Сол құпия сөз арқылы сіздің видеоны соңына дейін қарағаныңыз туралы білетін боламын. Ал ендеше кеттік. Осы видеоны көріп отырсаңыз, осы екі категорияның біреуіне сіз кіруіңіз мүмкін. Ең біріншісі бұл табыс көзін іздеп жүрген жан болуыңыз мүмкін. Мүмкін сіз студентсіз, найымда жасайсыз, белгілі бір табыс табасыз, қосымша табыс тауып табысыңызды өсіргіңіз келеді. Немесе студентсіз, ешқандай табыс жоқ, бірақ белгілі бір табыс көзін үйреніп, осы қазіргі кездегі өсіп жатырған бір былайша айтқанда саланы таңдап, сол салада бір табыс тапқыңыз келеді. Сондай бір саланы іздеп жүрсе, вайб-кодингке қызығып жүруіңіз мүмкін. Интернеттен тегін ақпараттарды көріп, бір нәрсені жасағың келеді, бірақ нақты жүйе болмаған соң бір орында тұрсың. Яғни вайб-кодингке қызығып жүрсің, ютубтан қарап жүрсің, интернеттен жаңағыдай чат GPT-мен сөйлесіп жүрсің, вайб-кодингпен қалай айналысса болады деген секілді. Бірақ нақты бір әлі бір пошаговый қадам, яғни бір нақты қадамдарды, бір жүйені әлі былай түсінбей жүрсің, бір белгілі бір өнімдерді қалай жасайды деген секілді бір белгілі бір сұрақтар бар. Қазіргі кезде енді мына жерде Money деп қойған, ағылшынша жазып қойған, менің агентім жасады, вайб-кодингтің көмегімен, сондықтан да ағылшынша жазып қойған. Money, яғни ақша сізде қазіргі кезде жоқтың қасы болуы мүмкін, бірақ искусственный интеллект бойынша, яғни жасанды интеллект бойынша білім бір кішігірім бар. Жаңағыдай интернеттен қарап алған. Ешқандай система жоқ, бір нақты бір жүйені білмейсіз. Нақты қадамдарды үйреніп, табысқа шыққың келеді, белгілі бір 500 мың теңге, 1 миллион теңге деген секілді. Келесі бір категориядағы сіз адам болуы мүмкін, сол кәсіпкер немесе фрилансер. Яғни белгілі бір салада сіз кәсіпкерсіз, белгілі бір товар сатасыз немесе қызмет көрсетесіз, өзіңіздің жаңағыдай кәсібіңізге неше түрлі вайб-кодинг арқылы өнімдерді жасап, автоматизация немесе сайттар жасап, кәсібіңіздің шығындарын азайтып, табысыңызды көтергіңіз келеді. Немесе сіз фрилансерсіз, белгілі бір салада, мысалы контент-мейкер или маркетолог или видеограф деген секілді өзіңіздің бір проекттеріңіз бар, сол проекттеріңізге жасанды интеллектті енгізіп, былайша айтқанда табысыңызды тоже еселеңіз келеді. Айналамдағы барлық адамдар жасанды интеллектіні пайдаланып алға шығып кеткен сияқты, мен де жасағым келеді, бірақ неден бастарымды білмеймін деген секілді. Қазіргі кезде сізде белгілі бір ақша бар, искусственный интеллект бойынша кішігірім ақпарат бар, тоже бір интернеттен қарап алған, және де ешқандай система жоқ, яғни бір жүйені әлі де бір түсінбей жүрсе, нақты жүйені үйреніп табысымды арттырғым келеді деген секілді сізде бір қалау бар. Осы екі категориядағы адам болған болсаңыз, осы видеоның соңына дейін қараңыз, сізге вайб-кодинг туралы жалпы кішігірім ақпарат беремін, және де қалай белгілі бір жүйені үйреніп табысқа шығудың жолымен бөлісетін боламын. Жалпы қазіргі кезде вайб-кодинг арқылы қандай өнімдер жасауға болады, соған кішігірім тоқталып өтейік. Қазіргі кезде негізі вайб-кодингпен өте көп нәрсе жасауға болады. Біз оны просто кейбір нәрселер біздің басымызға сыймайды. Өйткені біз күнделікті өмірде кодты немесе белгілі бір нәрселерді көрмейміз ғой. Оны көбінесе жаңағыдай программистер, осы IT саласында жүрген адамдар көреді, не нәрсе жасауға болатынын. Бірақ енді кішігірім сіздермен бөлісе кетейін, не жасауға болады. Қазіргі кезде вайб-кодингтің көмегімен өте әдемі 3D анимациясымен, как положено, лендинг сайттар жасауға болады. Кәдімгі 8 блоктан, 9 блоктан тұратын клиенттер кірген кезде кәдімгі сіздің өніміңізді сатып алғысы келетіндей әдемі жаңағыдай дизайнмен жасауға болады осы вайб-кодингтің көмегімен. Бір күнде, екі күнде кәдімгідей толыққанды нөлден жұмыс жасайтын өнімді шығаруға болады. Бір күн, екі күнде. Келесі ол дэшбордтар, яғни егер сіз кәсіпкер болсаңыз, сізге барлық жаңағы кәсібіңіздегі маркетинг отделы, отдел продаж, отдел продуктов деген сияқты нелер бар, отделдар. Сол отделдардағы барлық цифраларды, барлық ақпараттарды бір жерде көргіңіз келеді. Сондай бір дэшборд жасауға болады. Барлық цифралар тұрады, жаңағыдай Power BI арқылы жасалады. Негізі бұндай дэшбордтарды кезінде адамдар 1 миллион, 2 миллион, 3 миллионға жасататын. Қазіргі кезде вайб-кодингтің көмегімен 1-2 күнде жасауға болады. Келесі бұл автоматтандыру жүйелері, яғни автоматизация. Қазіргі кезде көп кәсіпкерлерге, көп кәсіптерге автоматизациялар керек. Яғни сіздің күнделікті уақытыңызды жеп жатырған рутиналарды автоматтандырып, сіз өзіңіздің уақытыңызды үнемдей аласыз. Даже кейбір қазіргі кездегі сіздегі зарплата беріп жүрген адамдарды жұмыстан шығарып, былайша айтқанда расходыңызды, яғни шығыныңызды азайта аласыз осы автоматтандырудың арқасында. AI агенттер тоже қазіргі кезде өте қатты өсіп келе жатырған тренд. Америкада, жалпы Россияда бұл қатты өсіп жатыр. Қазақстанға да алдағы бір жарты жыл, бір жылдың көлемінде келеді. AI агенттің жалпы тақырыбы өте қатты көмектеседі қазіргі кезде. Қазірден бастап, егер AI агентті өзіңізге енгізетін болсаңыз, былайша айтқанда конкуренттеріңізден алда болатын боласыз.
Келесі бұл Telegram немесе WhatsApp'тағы чат-боттар, клиенттерге 24/7 жауап беріп отыратын чат-боттарды да жасауға болады, және де веб қосымшалар, ойындар да жасауға болады. Кез келген өзіңіздің қалаған ойындарыңызды да жасауға болады. Бұл яғни сіз егер кәсіпкер болсаңыз, өзіңізге енгізе аласыз осы өнімдерді. Егер сіз жаңағыдай бір осы вайп-кодингпен табыс тапқым келеді деген секілді адам болатын болсаңыз, онда осы өнімдерді басқа бір кәсіптерге енгізіп беру арқылы, жасап беру арқылы табыс таба аласыз. Яғни осындай мүмкіншілік беріп отыр қазіргі кезде вайп-кодинг саласы. Қараңыздар енді, жалпы осы AI Start курсындағы сіздің өтетін жолыңызды, яғни даму жолыңызды бір кішігірім түсіндіріп берейін. Ең бірінші апта сіз төлем жасайсыз, төлем жасағаннан кейін ең бірінші апта қандай болады? Вайп-кодинг негізін меңгеру. Курсор мен Cloud кодты орнатып, серверді іске қосып, вайп-кодингтің негізгі жүйесін толық меңгересің. Қазіргі кезде негізі көбісі айтып жатыр, вайп-кодинг деген ол өте оңай, Cloud кодқа кіресің, маған сайт жасап бер десең, кез келген сайт жасап береді деген секілді айтып жатыр, бірақ олай емес. 5 минутта сайт жасалмайды, бір промптпен сайт жасалмайды. Сайт жасалады, бірақ ол мусор болады. Яғни оны белгілі бір қолданушы қолдана алатындай дайын өнім шықпайды одан. Кәдімгідей дайын өнім шығу үшін, толыққанды дайын өнім, сіз оның бір қадамдарымен жүріп өтуіңіз керек. Яғни ең бірінші сіз оның идеясы туындау керек, одан кейін сіз оның планын сызуың керексіз, архитектурасын сызуыңыз керексіз, одан кейін оның домені бар, API-шкалары бар, фронт-энді бар, бэк-энді бар, база данныхы бар, ішіндегі докер деген нәрсе бар, сервер деген нәрсе бар. Яғни айта берсем, өте көп информация бар. Жаңағыда GitHub-тың өзі бөлек бір тема, яғни тақырып. GitHub деген нәрсе бар, көп адамдар білмейді. Ол нәрсе болмаса да тоже былайша айтқанда проект толыққанды болмайды. Сондықтан да қазіргі кезде көп адамдар айтып жүр, жаңағыдай тез-тез жасап тастауға болады деген секілді. Бірақ білімсіз, белгілі бір жүйесіз сіз дайын өнімді жарыққа шығара алмайсыз. Сондықтан да соның алдын алу үшін біз бірінші аптада барлық жаңағы терминдарды, барлық жүйені былайша айтқанда базамен бірінші қадам басатын боламыз алға. Екінші аптада алғашқы өнімдеріңді жасап бастайсың. Яғни өнім жасаудың нақты жүйесін үйреніп, алғашқы өніміңді өз қолыңмен жасап шығарасың. Жаңағы айтқандағыдай сияқты лендинг пейдждар, дэшбордтар, сайттар деген секілді жаңа айтқан нәрселердің барлығын, веб-приложениялар, автоматизациялар, соның барлығын сіз екінші аптада соны жасаудың нақты жүйесін, қадамдарын алатын боласыз, және де алғашқы өзіңіздің қолыңызбен жасалған өнімді шығаратын боласыз екінші аптаның өзінде. Үшінші аптада AI агенттер мен чат-боттар, Telegram және WhatsApp чат-боттарын AI агенттерді жасап үйреніп, толық жұмыс істейтін өнімді шығарасың. Өзіңіздің кәсібіңізге немесе жаңағыдай AI агенттер немесе чат-боттар жасағыңыз келетін болса, үшінші аптада осы нәрсе туралы толыққанды бір аптаны арнаймыз. Барлық жүйесін, қадамдарын айтатын болам. Осы үшінші аптаның соңында сізде уже дайын, былайша айтқанда автоматизация болатын болады. Төртінші апта, енді бұл больше жаңағы табыс тапқым келеді осы вайп-кодинг саласында деген жандарға арналған монетизация, яғни алғашқы клиентті қайдан табамыз, алғашқы табысты қалай табамыз деген секілді қабілетті ақшаға айналдырып, алғашқы клиентіңді тауып, кемінде 100 000 теңге табыстауға мүмкіндік аласың. Яғни мен 4-ші аптада, негізі осыған дейін мен осы вайп-кодинг саласына дейін мен 5 жыл маркетинг саласында болған болатын, клиент табу бойынша толыққанды өзімнің тәжірибемді бір жерге жинап, толыққанды пошаговый план, яғни жүйеге қойдым. Сол жүйені сіздерге беретін боламын. Жалпы клиент табудың 10 шақты каналы бар, яғни 10 шақты жолы бар. Сол 10 каналды, яғни 10 жолды сіздерге бұйырса беретін боламын осы 4-ші аптада. Сізде уже 4-ші аптаның соңында нақты дайын портфолио болады, клиенттерге көрсете алатын, және де алғашқы кемі бір 100 000 теңгеге төлем алатындай алғашқы клиентіңізді табатын боласыз. Мына жерде 50-50 деген, достар, қараңыздаршы, не үшін 50-50 деп қойдым? Бұл жерде негізі белгілі бір нәрседе, белгілі бір курста бір нәтиже алу үшін мен айтпаймын, толыққанды мен жасап беремін сіздерге деген секілді. Ол өтірік болып кетеді. Мен өзім жағынан 50% өзімдегі білетін барлық методиканы, техникаларды, лайфхактарды барлығын беремін. Ал қалған 50% уже сіздің жауапкершілігіңізде. Не үшін? Өйткені егер мен барлық информацияны беріп, егер сіз әрекетке айналдырмайтын болсаңыз, онда ешқандай нәтиже болмайды. Сондықтан да қазірден бастап айтып отырмын, 50-50. Сіз де жауапкершілік аласыз, мен де жауапкершілік аламын. Келесі бұл курс соңында қандай нәтижеге жетесің? Ең бірінші нәтиже бұл вайп-кодингтің жүйесін толық меңгересің. Вайп-кодинг арқылы өнім жасаудың нақты жүйесін үйренесің. Екінші, бұл бірнеше дайын өнімді жасап шығасың. Ол автоматизация болуы мүмкін, ол лендинг пейдж болуы мүмкін, ол тағы да басқа, ол өзіңіздің қалауыңыз. Сізге қазіргі кезде не нәрсе керек, соны уже жасап шығатын боласыз курстың соңында. Үшінші, бұл алғашқы клиенттеріңді тауып табыс табасың.
алғашқы клиенттеріңді тауып кемінде 100 000 теңге табыстауға мүмкіндік аласың. Келесі нәрсе, бұл курсты бастау үшін не нәрселер керек сізден? Ең бірінші, бұл Cloud Code жазылымы, яғни Cloud Code'ға подписка керек. Cloud Code'пен, вайп-кодингпен айналысу үшін ол бесплатный тарифпен сіз жұмыс жасай алмайсыз. Сізге жоқ дегенде Pro деген пакетті алу керек. Ол айына $20 тұрады, яғни теңгемен аударған кезде 10 000 теңге. Айына кемінде $20 болатын Cloud Code'тың жазылымы қажет. Бастапқыда осы $20 бастайсыз, одан кейін егер де жаңағыдай қолыңыз жаттықтырып, уже ұнап, осы салада дамимын, осы салада ары қарай барам деген секілді ойыңыз келіп жатса, уже Max деген пакет бар, сол $100 тұратын, соны сатып алсаңыз болады. Бірақ мен сіздерге айтайын, $100 деген былайша айтқанда өзін өте қатты ақтайды. Өте бірнеше есе ақтайды былайша айтқанда. Келесі, бұл ноутбук. Кез келген заманауи ноутбук болса жеткілікті. Ноутбуксыз тоже өте қиын, телефонмен жасау мүмкіншілігі жоқ қазіргі кезде. Үшінші, бұл компьютерді базалық деңгейде пайдалана алу. Ноутбукпен еркін жұмыс істей алсаң, бұл курсқа дайынсың. Яғни, егер де сіз компьютермен даже қалай папканы создавать ету керектігін білмесеңіз, қай жерде не нәрсе екенін білмесеңіз, браузерді қолданып білмесеңіз, сізге бұл курс арналмаған. Өйткені бір айдың ішінде нәтиже шығару үшін сіз кемінде компьютерді базалық деңгейде қолдануды білуіңіз керек. Так, енді достар, қорытындылайтын болсақ, мен видеоның басында айтқан болатынмын, сіздерге құпия сөз айтамын деп. Бұл вайп-кодинг деген құпия сөз. Енді ағылшынша жазсаңыздар да болады, или орысша жазсаңыздар да болады. Менің Instagram дайректіме asangali.aydar деген осындай Instagram дайрект бар. Инстаграмға өтесіз, дайректке маған вайп-кодинг деп орысша жазып жүрсеңіз болады. Мен сізге ең бірінші қысқа талдау жасаймын, бірнеше сұрақ қойып, қазіргі деңгейіңізді анықтаймын, және бұл курс саған сәйкес келе ме, келмей ме, соны бірге қарастырамыз. Сізден жаңағыдай бірнеше сұрақ қоямын. Ноутбукты қолдана аласыз ба, ноутбугыңыз бар ма, алғашқы жаңағы бастап кетуге $20, $100 ақшаңыз бар ма деген секілді бір сұрақтарды қоямын. Егер сол жаңағы отбордан өтетін болсаңыз, уже былайша айтқанда келесі қадамға өтеміз. Бұл барлық сіздің сұрақтарыңыздың барлығына жауап беремін. Қандай сұрақтарыңыз бар, вайп-кодингке қатысты барлық сұрақтарыңызға нақты жауап алатын боласыз. Сол дайректте сөйлесемін, мен өзім сөйлесетін боламын, тез жауап беремін. Сіз жазатын болсаңыз, бір 10 минуттың ішінде жауап беріп жатырмын қазіргі кезде. Үшінші нәрсе, бұл үшінші этап, курсқа қалай қосылатыныңызды көрсетемін. Курсқа тіркелу және төлем жасаудың толық жолын түсіндіретін боламын. Сол жерде төлем жасаудың жолын сізге ссылкасын, сілтемесін беремін. Алғашқы алдын ала төлем, яғни предоплата арқылы өтсеңіз болады, немесе толыққанды төлем жасап, өзі толыққанды төлем жасаудың өзінің бір бонусы бар, өте мықты бонус, сізге сол дайректте айтатын боламын. Бас тарта алмайтындай ұсыныс жасаймын. Сондықтан да дайректке дәл қазір өтіп, осы видеодан кейін маған дайректке вайп-кодинг деген сөзді жазып жіберіңіз. Мен сізге толыққанды осы мини-разборды сізге жасайтын боламын. Ал ендеше достар, видео түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы менің өнімім, курсым түсінікті болды деген ойдамын. Барлық сұрақтарды дайректке келіңіз, өзіңіздің сұрағыңызды қоя беріңіз, мен сізге тезірек жауап беретін боламын. Барлықтарыңызға рахмет, сәттілік.